Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман. Мен Қосшы қаласының қоғамдық мәдени спорт кешеніне келдім. Бұл жер өте ерекше, өйткені мұның ішінде үйірме сабақтарынан бастап кітапхана, кинотеатрға дейін бар ғой. Қазір ішін аралап көрсетейік. Адамның кітап оқу үшін барлық жағдай жасалған. Өзіңіз байқағандай оқырманымыз өте көп. Бір күнде демалыс күндер тіпті 100 шақтыдан адамдай болады. Қосшы қаласының тұрғындарына 15 күнге кітапты бере аламыз. Ал егер басқа қаладан іздеп келіп жатқан оқырмандар болса, осы оқу залында отырып, таңнан кешке дейін кітап оқи алады. Әрине тегін, бұл кітапхана көпшілік орын. Ересектерге де балаларға да арналған жобаларымыз бар. Мысалы, балаларға ертегілер елінде деген 6-10 жас аралығында жобамыз бар. Ол кезде балалар ертегі әлеміне шолу жасайды. Әртүрлі кейіпкерлермен танысады, кейіпкерлердің рөліне еніп өздері ойнайды, немесе кейіпкерлерді суретке салады. Осындай жетекшілікте жобамыз бар. Одан сәл үлкенірек кітап оқимын жобасы бар. Үлкендерге арналған жаназық жобасы бар. Онда айына 2 рет бір кітапты алып, немесе шығарманы алып талқылаймыз. Оқырмандарды негізі 7 жастан бастап қабылдаймыз. Ал егер әріпті ерте таныған болса, мысалы 5-6 жастан болса, оқи алатын болса, қабылдаймыз ата-анасымен бірге. Жаңа балаларға арналған қандай жоба бар деп сұрадыңыз, бұл комикс жобасы. Мұнда біздің тұрғынымыз 13 жастағы Нәби Қосшы туралы, Қосшы кітапханасы туралы, Қосшының жағдайы туралы осындай комикс ретінде өзінің жұмысын бастап жатыр. Сүйікті кітабым өте көп, бірақ соның ішінде бала кез оқыған Ай мен Айша Шерхан Мұртазаның шығармасы. Сол өте маған жаныма қатты әсер еткен шығарма болды. Әсіресе Айшаның отын жоқ болып, күйзелісте ұлының тоңып отырған көрген кезде аяғым шауып тастайын ба деген эпизоды маған қатты әсер етті. Сол кезде қалай көзімнен жасы шығып кеткенін байқамай қалдым. Бұл Ай мен Айша шығармасы сол кездегі бір отбасының ғана тарихы емес, бүкіл қазақ халқының тарихын, тұрмысын, қиыншылығын көрсеткен шығарма. Біздің кітап қорын айта кетсек, 20 мыңға жоқ кітап қорымыз бар. Басым көпшілігі қазақ тілінде, әлем әдебиеті де қазақ тіліне аударылған нұсқада. Интернетіміз осында кіргеннен кешке шыққанша істеп тұрады. Ол интернетті тоқтап қалу, үзіліс болу деген жоқ. Жылдамдығы жақсы. Көріп отырғандарымыз, ана жерде оқырмандарымыз компьютермен жұмыс істеп отыр. Сонда компьютерлер де бар. Компьютермен де қолданып жұмыс жасай алады тыңдармандарымыз, оқырмандарымыз. Бұның барлығы ақысыз. Ақысыз, тегін, зейнеткерлеріміз бар, ата-апаларымыз бар, келіп осында кітап оқиды. Әрине көпшілігі жастар, мектеп оқушылары, студенттер бар, ғылыми жұмыспен айналысатын магистрант, докторанттарымыз да бар, осында кітап оқып айналысып. Тек қана көркем әдебиеттер емес, әртүрлі сала бойынша әдебиеттер бар. Психология, өнер, медицина, тіл, тарих. Іздеген кітабыңыздың барлығын таба аласыз. Жауырынан, малдың жауырынан жасайды. Үлкенірек, мысалы, сонда сүйек па? Сүйектен, сүйертікі болуы мүмкін. Кішірек болса қойдікі. Кәрім Бектес Қазақстан Республикасының Суреттер одағы мен қолөнершілер одағының мүшесі, еңбек ардагері. Біз үшін барлығы құнды, бірақ бағасын шебердің өзі қояды. Асхат Бозымбай деген шеберіміздің, қосшылық шеберіміздің туындылары және әйелі Гаухар Қанатбай қызының қолынан шыққан көрпешелері, бесік, кигіз үй жабдықтары, сырмақтар. Бұл да қосшылық шеберлерінің қолынан шыққан туындылар. Сандық тұр. Мына жаққа қарасаңыз, домбыралар. Нұржан Ділманов деген домбырашының қолынан шыққан домбыралары. Бұл мен көрген ең әдемі кітапхана болды. Тегін Wi-Fi, компьютер, тіпті кофеханаға дейін бар. Кішкентай оқырмандарды қабылдайды. Ғимаратта балалар ойнайтын алаң, робототехника, қыш құмыра жасау үйірмелері, қолөнер көрмесі, спорт залға дейін бар ғой. Өте әдемі екен. Майгүл ханым айтқандай, кітапханада 20 мың кітап бар. Осы жерден қалаған кітабыңызды тегін үйге алып кетсеңіз болады. Сонымен, бұл кітапхана Астананың тура қасындағы Қосшы қаласында орналасқан.